жүзіңді аймаласам, жанымға жат күйгенде, мөлдір тұнық көздеріңде жұмбағы бар өмірде, мөлдір тұнық көздеріңде сырлары бар өмірде. Аралымсың арман еткен жұмақтың бағындағы, жүгіргіш таусылған ба, жүрегім бағынбады. Мөлдір тұнық көздеріңде жұмбағы бар өмірдің, мөлдір тұнық көздеріңде сырлары бар өмірдің. Мөлдір тұнық көздеріңде. Жалпы ән таңдағанда ескі әндер болмайды, баяғы бір белгілі сезімді оятатын әндер болады. Сол әнді тыңдағанда жүректі елжірететін, баяғы бір ойларды, сезімді алып келетін ән болу керек. Сондай әндер көп болды, бірақ сондай әндердің бірден бірегейі мөлдір тұнық көздеріңнен әні болды. Бірінші шумағы басталғаннан сол былайша айтқанда ностальгия сезім болсын, одан қалды әдемі музыкалық бір жүректегі ноталарды ойнататын әндердің бірі. Сол үшін осы әнді таңдадым. Әрине Қайрат Түнтековтің орындауы бір төбе, бірақ қазір 2020 жылы осы әнді орындауға маған бұйыртыпты. Ерекше өзімнің әміренің бір почеркін қалдыруға тырысамын. Мен еңлікті көп тыңдаймын, мен деп ойла. Төлеген Мұхамеджановтың әніне жазылған сондай бір әсем әндердің бірі, өте көп тыңдаймын. Екінші өзімнің замандасым, құрдасым, досым Тұрардың әнін тыңдаймын. Аңсағанымды айтты, қателеспесем. Бұл ән Ескендір Хасанғалиевтің әні, қателеспесем. Сол әнді тыңдаймын. Одан кейін Нұрлан мен Мұраттың әнін орындаған Садриддиннің әрине әнін тыңдаймын. Жұлдызым ән. Сол үш ән менің плейлистімде бар. Ескі таспа жобасына маған шақырды келгенде өте қуана қабылдадым. Және де менің өзімнің аудиториямда осы жобаның көрермендері екенін білемін. Осы жобадан мені көргісі келді. Және де бұл жобама шығармашылық өте қызық. Сондықтан менің аудиториям болсын, ескі таспа аудиториясына болсын, бір сондай ерекше әсем әнді, сондай бір жаңалық алып келем деген ойдамын. Тыңдаңыздар, ең басты шын жүректен әдемі бір ләззат алыңыздар осы әннен деп айтқым келеді.